Сәлеметсіңдер ме, балалар? Онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Дүниетану сабағын бастаймыз. Дәстүр және ауыз әдебиеті бөлімін әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз ежелгі адамдардың өндірістік шаруашылыққа өтуі. Сабағымыздың мақсаты шаруашылық дегеннің не екенін білу, өңдейтін және өндіретін шаруашылықты ажыратуды білеміз. Бағалау критерийлері. Шаруашылық дегеннің не екенін білетін болатындар, өңдейтін және өндіретін шаруашылықты ажыратуды үйренетін боласыздар. Ежелгі адамдардың өмір сүруі өте қиын болған. Олар жеуге жарамды өсімдіктермен аң құстарды аулаған. Бірақ оларды табу қиынға соққан. Жеуге жарамды өсімдіктер кез келген жерде өсе бермеген. Аулайтын аң құс та солай болды. Бұл жағдай адамдардың өмір сүруіне, азық табуына қиындық туғызды. Ежелгі адамдар өмір сүру үшін алғашында табиғаттағы дайын дүниелерді пайдаланды. Суретке қарайтын болсақ, ежелгі адамдар өмір сүру үшін ағаштағы дайын жемістерді пайдаланған. Жерді жырту, қопсыту, егінмен айналысу. Әйелдер терімшілікпен айналыса жүріп, жерге түскен дәннің өсіп жетілетінін байқады. Оларды қопсытқан топыраққа егіп, күтіп баптап арқылы мол өнім алуға болатынын білді. Осылайша егін шаруашылығы пайда болды. Ондағы егін шаруашылығына керекті құралдар кетпен, қол орақ. Кетпен ауыл шаруашылық жұмыстарында тұрмыста қолданылатын құрал. Кетпен Орта Азияда тұратын халықтарда өте ерте заманнан белгілі. Оны әсіресе суармалы егіншілікпен айналысатын аудандарда көбірек қолданады. Кетпен жүзінің жалпақтығына байланысты әртүрлі болып келеді. Кейде салмағын жеңілдету мақсатымен кетпеннің ортасын ойып жасап қойды. Орақ егін оруға арналған еңбек құралдары. Онымен жабайы дәнді дақылдар немесе қолдан өсірілген егін орылды. Ол кездегі орақ адам баласы өнім өндіре бастаған неолит дәуірінде пайда болған. Алғашқыда микролит тастар таңдап алғандықтан ағашқа немесе сүйекке ұзына бойына орнатып қара маймен бекітілген. Аң аулағанда аңшылар үнемі олжамен орала бермеген. Адамдар аштықты да басынан өткерді. Аңшылықтан мал шаруашылығы келіп шықты. Ер адамдар аң аулап жүріп, жабайы жануарлардың құлын, бұзау, қозы-лағы сияқты төлдерін әкелді. Оларды өсіріп, қолға үйретті. Осылайша қой, ешкі, жылқы, сиыр қолға үйрене бастады. Адамдардың тұрмыс тіршілігі жақсара түсті. Мал шаруашылығы, мал өсіру, мал бағу, оны көбейту дегенді білдіреді. Егін егіп, мал өсіру өндірістік шаруашылық деп аталады. Осыны өндірістік шаруашылық арқылы адамдар өзіне қажетті азық-түлікті алады. Балалар, сендерге мынадай сұрақ. Қазіргі күні аңшылық пен терімшілік сақталған ба? Жақсы, аңшылық бар, бірақ оны саят етудеміз. Егін егуде бар, бірақ біз оларды арнайы техникалармен өндіріп жинаймыз. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыздан не үйрендік? Сабағымыздың мақсатына жете алдық па? Сабағымыз осымен аяқталды. Назар қойғандарыңызға рахмет.